достар, сәлем баршаларыңызға. Бүгінгі сіздерді қандай гүлмен таныстырайын дедім. Бүгін сіздерді мен осындай бонсай гүлмен таныстырайын деп тұрмын. Бұның аты адениум. Кім өсіріп көрген болса, бұл адениум гүлі дәннен де, яғни дәнектен де өсетін болады. Тұқымнан бұл адениум гүлі ең күтімді қатты қажет етпейтін, сонымен қатар өте пышный гүлдеген гүлдерді қажет ететін адамдар болса, сол кісілерге өсіруге совет беремін. Себебі бұл күтімді қатты қажет етпейді. Біріншіден, екіншіден бұлар үлкен тал болып үлкейіп өседі. Үшіншіден, сол декоративный, яғни сәндік үшін сәндік болып өсіп тұруымен қарамастан гүлдейді. Гүлдейтін гүлдердің ең өте қатты күшті гүлдейтін гүл іздесеңіздер, осы гүлді өсіріңіздер. Бұл гүл жарық сүйгіш, жарықта гүлдейді және жапырақтарын өте қатты күшті шығарады. Тамыры осындай болып келеді. Красула гүліне ұқсайды. Осындай стволдарына суды жинайды, бірақ көп мөлшерде жинамайды. Бұл тұқымдас өзі бонсай секілді үлкен тал бонсай болып өседі. Қандай топыраққа отырады, қандай құмыраға отырады, қандай күтім жасаймыз, алдағы уақытта айтатын боламын. Қазір топырақ жасауын көрсетемін сіздерге. Топырағы, бұның торф топырақ өте жеңіл түрде болу керек. Себебі торф топырақсыз бұл адениум гүлінің тамырын жайып өсіруі өте қиын. Бірақ бір сезонда өте үлкен пышный болып өсіп кетеді. Бір сезон жетеді жақсы әдемі пышный болып өсуіне. Жартылай кислый торф топырақ, ішінде мүк бар, яғни мох. Жартылай бізге перлиті бар, минералды, нейтральный кислый емес торф топырақ қажет. Екеуіне қосамыз перлит. Көп мөлшерде перлит қосудың қажеті жоқ, себебі бұл тамыры құрғақтықты көтере алмайды. Және кішкене ғана циолит қосамыз. Садовый циолит болғаны мейлінше жақсы. Және де бұған древесный уголь қоссаңыздар болады. Енді егер үйге ең бірінші алып келіп жатқан болсаңыздар, бірақ бұрыннан сізде өсіп тұрған гүл болған болса, древесный угольді қосудың қажеті жоқ. Және де бұған витамин бұл бізде осмокот витамин түрін қоссақ болады, болмаса порошковый витаминдерді қоссақ болады. Минералдары бар. Қанша мөлшерде қалай қосатындарыңызды айтамын. Бұл өте экономды минеральный удобрениялар топыраққа бірге қосылады, сумен бірге еріп, әр суарған сайын тамырына өзіне керекті витамин беріп отыратын болады. Міне осындай компонентті қазір бізде данный топырақ шықты, осыған қазір отырғызатын боламыз. Біз астында осылай тиіп тұрмайтындай, яғни тамыры шірімейтіндей екілік осылай кигізген кезде астында питение полив жасауға болатын шнуркамен, және де астында дренажный, яғни уже отырғызған кезде міне осылай дренаж ешқандай салмай-ақ топыраққа отырғызып, алдағы уақытта осылай тамырының шіріп кетуіне сақтайтын құмыраға отырғызсаңыздар мейлінше жақсы болады. Бұның миллилитрі 1-250, 1 литрлік құмыраға отырғыза берсеңіздер болады. Енді бұны өте қатты терең отырғызуға болмайды, сондықтан бір слой дренажын салып аламыз. Дренаж менде пенастекло. Бір слой дренаж салдыңыздар. Енді осы топырақты араластыра отыра біз қазір отырғызатын боламыз. Топырақ құрамымен жұмыс жасаған кезде қолдарыңызға перчатка киюлеріңізді өтінемін, себебі қазір тырнақтың астынан неше түрлі химикат өтіп кету қаупі бар. Неге жеңіл топырақ деп айтып жатырмын? Жеңіл топырақта өте тез өседі тамыры, бірақ жапырағына қарағанда негізі тамыры жай өседі. Суккулент гүлдерге жатады, себебі суккулент гүлдердің барлығы солай, жапырақтарына қарағанда тамырлары жай өсетін болады. Бір слой дренаждан кейін бір слой топырақ саламыз. Жаңа айтып өткенімде, бұл гүл өте қатты терең отырғызғанды ұнатпайды. Сондықтан осылай сыртына егер шығып тұратын болса, осы тамырлары онда тұрған ештеңе жоқ, және қорқудың да қажеті жоқ одан. Осылай ұстап тұрып, гүлімізді жан-жағына топырақтарын қатты тереңдетпей салатын боламыз.
құлап кетпейтіндей жан жағынан мына тамыры жоқ жермен саусақтарыңызбен астына қарай басып отырғыза берсеңіздер болады. Енді циолиттің не үшін біз садовойын қолданамыз? Себебі циолиттің садовойы өзіне ылғалдылықты жақсы тартады және де беруі вулканическийге қараған кезде медленно болады. Ал вулканическийдің өзіне тартып алу қасиеті сәл төменірек и беруі де тоже төмен болады. Постоянно ылғалдылықты ұстап тұратын болғандықтан вулканический циолит қолданбаймыз. Енді перлиттің қандай қызмет атқаратынын өздеріңіз жақсы білесіздер. Өте жарық жерге осылайынан қойып қоямыз. Енді топырақтарыңыз құрғақ болса, сразу суара берулеріңізге болады. Егер топырақтарыңыз ылғалды болса, онда суарудың қажеті жоқ. Қарапайым тұндырылған сумен суарып, керекті жарық орнына қоясыздар. Күтімі өте қатты топырағын құрғатып жіберуге болмайды. Ылғалдылық 50% міндетті түрде қалу керек топырақта. Яғни, мына отырған құмырасының тең жартысы құрғап үлгерген кезде сразу су береміз. Біріншіден, екіншіден жарықты өте қатты жақсы көреді. Массовый жапырақтарын жақсы шығару үшін жиі суарып тұруыңызға тура келеді. Егер сіздің үйіңіз 2 аптада бір құрғайды, өте қатты ылғалдылық деңгейі орташа деңгейде болатын болса, онда бұны 2 аптада бір суаруыңызға болады. Егер комнатаңыздың, өзіңіздің тұрған, бұл гүлдің тұрған помещениенің ылғалдылық деңгейі төмен болса, 3 апта, 4 аптада бір суарасыздар. Енді құрғауына қарайсыздар, міндеттелген ештеңе жоқ. Егер үйіңіз құрғақ, ылғалдылық деңгейі төмен болатын болса, онда ше 1 аптада бір, даже 3-4 күнде бір суаруыңыз мүмкін. Сондықтан бұл гүлді мейлінше шаң болса, жуып тазалап тұрғаныңыз абзал, өткені шаңда замерзка, яғни тоқтап қалып жапырақтары өспей. Бұл вообще күтімді қатты қажет етпейді. Бір орында жарық жерде тұрса, ылғалдылық деңгейін қатты құрғатпай, жиі суарып, жақсы сақтап тұрсаңыз, негізі автополив, не петельный поливте өте жақсы өседі. Бірақ ең бірінші өсіретіндер тамырының шіріп кетуінен қорқатын болсаңыздар, онда ше мына астындағы дренажы тимей тұратын құмыра таңдағандарыңыз үшін және де рыхлый өсімдік топырақ таңдағандарыңыз үшін. Егер сіздерде опыт бар болатын болса, гүл өсіруге жалпылама гүл өсіруге опыт бар болатын болса, онда ше екілік құмыраға отырғыза берулеріңізге болады. Ал егер опыт мүлде жоқ, бірақ осы гүлді хочу деген кісілер болатын болса, қалаймын өсіргім келіп тұр деген сөз, астына шнурын салып петельный поливке өсіріңіздер. Себебі шнурдан өзіне керек тамыр ылғалдылықты үнемі алып тұратын болады. Келесі видеода кездескенше қош сау саламатта болыңыздар.